Мұхаммед Али, ал соңғы жылдары бұл қатарға тағы бір аты аңызға айналған жауынгер қосылды. Наоя Иноя. Ол рингке шыққанда қарсыластарының көзінен үрей көрінеді. Оның соққылары көз ілеспес жылдамдықпен келеді. Наоя тек Жапонияның ғана емес, біз Наоя Иноя дейінгі барлық жолын баяндаймыз. Ол филиппиндік аңыз Данаерді қалай жеңді, жеңілмеген Фултонды қалай талқандады. Наояның титулдық жекпе-жектерінің 90%-ы нокаутпен аяқталғанын білдіңіз бе? Мұндай көрсеткішпен тіпті ауыр салмақтағы чемпиондар да мақтана алмайды. Бірақ бұл тек сандар емес, бұл жанқиярлық қаржылы еңбекпен туа біткен таланттың нәтижесі. Наоя 1993 жылдың сәуірінде дүниеге келген. Оған жапон тілінде жетілдіру, артықшылық деген мағынадағы есім берілген. Оны залға әкесі, бұрынғы боксшы, қазіргі бапкері жетектеп әкелген. Балабақшада алғаш рет қолғап киген Наоя жас боксшыларды оңды-солды сабай бастады. Әуесқойлар арасында ел чемпионатын ұтып, Азия біріншілігіне медаль еншіленді. Алайда, тегін жекпе-жектерде кідіргісі келмей, 2012 жылы кәсіби боксқа бет бұрды. Кәсіпқой рингте 19 жастағы Наоя монстр лақабатына толықтай сай болды. Басынан ақ мергендік дәлдігімен көзге түсіп, жарты жыл ішінде аймақтық чемпион атанды. 2014 жылдың сәуіріне дейін қатарынан 5 жеңіске жетіп, әлемдік белбеу үшін айқасқа шықты. Анасының көз алдында мексикалық Адриан Эрнесті қос қабатты соққылармен, беруден шабуылдармен азаптап, бар болғаны 6-шы жекпе-жегінде WBC тұжырымы бойынша әлем чемпионы атанды. Бұдан кейін бір ғана қорғау жекпе-жегін өткізіп, өзінің сериялық панчер екенін дәлелдеді. Бойы небәрі 166 см болса да, 21 жасында 52 келі салмақты бірден өткізіп жіберіп, келесі санаттағы чемпион WBO белбеуінде оп-оңай тартып алды. 2016 жылдың желтоқсанына қарай Наоя 3 рет титулды қорғап, 11 жекпе-жегінің 9-ын мерзімінен бұрын аяқтады. Енді үлкен айқастар жақын еді. Келесі қарсылас бұрынғы чемпион Хуаки Коно. Ол бастапқыда самурай рухын көрсеткенімен, Иноя оның бетін қайтарды. Сол қолымен ұрып, оң қолмен бомбалаған Иноя шабуылда үзіліссіз жұмыс істеді. Жанкүйерлер Гонконгтағы айқасқа қатты риза болды. Қарсылас 2 рет нокдаунға түсті. Техникалық нокаутпен жекпе-жек аяқталды. Осыдан кейін де Иноя 2 жеңіл салмақтағы 7 титул қорғанысын өткізді. 2018 жылы 53 кг салмақты Джейми Макдональдмен жұдырықтасып, бірінші раундта оны талқандады. Осылайша 3-ші салмақта да чемпион атанды. 16 жеңіс, 0 жеңіліс. Наояның келесі мақсаты әлемдік бокс суперсериясы. Бұл турнирдің мақсаты түрлі тұжырым бойынша чемпиондарды бір салмақта жинап, шын мықтыны анықтау. Жеңімпазға Мұхаммед Али трофейі табысталады. Ширек финалда қарсыласы бұрынғы чемпион Хуан Карлос. Ол элита қатарында саналса да, ақылды боксшы бола алмады. Солақайлар оңға қозғалу керек екенін ұмытып, Наояның қос соққысына тура тап болды. 1 минутқа жетпей нокаут. Жартылай финал. Қарсылас жеңілмеген чемпион, IBF белбеуінің иесі Мэнни Родригес. Оның бапкері Инояның әкесін мазақ етіп, Наояның ашуын қоздырды. Родригес қысымен күресе алмады. Иноя бірінен соң бірі ауыр соққылар бағыттап, 2-ші раундта қарсыласын жерге құлатты. Канадалық бокстан бас тартты. Иноя дивизиондағы 2-ші белбеуін жеңіп алды. Финалдағы қарсыласы Наонита Данаер. 36 жастағы филиппиндік чемпион. 45 жеңісі бар, 26 нокаут. Техниканы жақсы меңгерген, бірақ оңай берілмейтін боксшы. Ол да финалға нокауттармен жетті. Көпшілік тартысты шайқас күтті. Иноя 1-ші раундта алыстан шабуылдап, тиімді қарсылас шабуылымен көзге түсті. Бірақ 2-ші раундта Данаер қысымды күшейтіп, сол қолмен сойқан соққы салды. Иноя сойқан соққы өткізіп, бетінен қан сорғалады. Жапон боксшысы басын жиі бұлғап, шабуылда дәлдікті арттырды. Бірте-бірте ринг орталығына оралып, қарсы шабуылдарын жалғастырды. 5-ші раундта сол ілмекпен және оң қолмен жауап қайтарды. Бірақ 7-ші раундта филиппиндік қайта оралды. Екі жақ ашық соққыларға көшті. 9-ші раундта Иноя алғаш рет ауыр соққыдан теңселіп кетті. Алайда ол мызғымады. 11-ші раундта ішке бағытталған ауыр соққымен Данаердің тынысын тарылтып, монстр қиналып жатқан кемені суға батыра бастады. Бірақ Данаердің намысы оған тізе бүгуге жол бермеді. Соңғы раундта шабуылға көшті. Бұл шайқастан кейін Иноя мұрнын сындырып, көзін жарақаттап, он тігіс салдырды. Бірақ ол әлемнің ең беделді боксшыларын жеңіп, тұңғыш рет $1 миллион тауып Мұхаммед Али трофейін иеленді. Бір жыл демалыстан соң 2020 жылы топ-рангпен келісім шартқа отырып, Вегасқа аттанды. Пандемия кезінде оған қарсылас ретінде Джейсон Малони табылды. Австриялық үміткер ешқандай қарсылық көрсете алмады. Әлеуметтік қашықтықты сақтай отырып,
Иноя жылдам джебпен соққы жасап, қарсыласының алғы қолын қатты оверхендтермен тоқтатты. Сол жақтан бүйірге тиген соққы оның оң қолына жол ашып, анда-санда дәл тиіп жатты. Міне, дәл сол сәт келді. Оның джебі орын тапқанда Джейсон ұсталып қалды. Қысқа шегініс жасағанда Иноя қарсыласының джебін әлсіретіп, алдыңғы аяғымен бұрыла кетіп, чек-хук жасады. Тұрған австралиялық соққыларды өткізе берді. Бір раундтан соң оның қосымша өмірі таусылды. Қарсы шабуылмен жойқын оверхенд ұрған 27 жастағы жапондық өзінің мерейтойлы 20-шы жеңісіне қол жеткізді. Содан кейін монстрға 30-да 2 рекорды бар филиппиндік шолақ бұрышты солақай Майкл Дасмаринес қарсы қойылды. Наоя жекпе-жекті 3 нокдаунмен аяқтады. 2022 жылдың жазында Наоя өткен кездесу үшін Дана Ермиға ұрып нокдаун жасады, бірақ гонг соғылғанша аяқтап үлгермеді. Екінші раундта ол және WBC белбеуімен қатар 3 нұсқаны бағындырды. Енді оған WBO белбеуі жетіспейтін. Ол белбеу Пол Батлерде болды. Мықты сол жақ хук иесі, ливершоттарды жақсы көтеретін 34-те 2 рекорды бар британдық. Жекпе-жек басталысымен жапон қасапшысы бұрыштарды кесіп, глухой қорғанысқа кеткен британдықты қолап, орта тұсына соққылар жаудырды. Кейде Батлерге ашылуға мүмкіндік беріп отырды, бірақ оның шабытсыздығын сезіп, мазақ қылғандай қолдарды түсіріп жүрді. Үмітсіз британдықты мазақтау 11 раундқа дейін созылды. Батлерді бірнеше мәрте ұрып, 10 соққылық сериямен сұлатып түсірді. Осылайша ол Жапониядан шыққан алғашқы абсолютті чемпион және барлық нұсқа билеушілерін нокаутқа жіберген жалғыз боксшы атанды. Дивизионды тазартқан Иноя 55 келідегі екінші жеңіл салмаққа көшетінін мәлімдеді. 2023 жылдың шілдесінде ол бірден осы салмақтың мықтысы, жеңіліс көрмеген Стивен Флутонмен кездесті. WBC және WBO белбеуінің иесі, дәлдігімен танымал америкалық айқаста бой айырмашылығына қарамастан Наоя алыстан артықшылығын көрсетті. Жоғарғы джебпен ортаны иеленіп, америкалықты кері шегіндірді. Наоя Флутонның бағандағы тағы да 1-0-ді алып, екі белбеу иесін нокаутқа жіберіп, жаңа салмақтағы абсолютті чемпион атанды. Жапондыққа WBA және ABF белбеулерін иеленген Марлон Тапалес қарсы қойылды. Наоя оны алдап, тіпті байқамай аяғына басып кетіп, нокдаун көрінісін жасады. Тапалес сабырын жоғалтпай жалғастыра берді. Алайда 4-ші раундта серияларға бауыр соққылары қосылғанда Тапалес жақын айқасқа көшті. Көп ұзамай өкінді. Сол жақ боковойдан келген Тапалес канвасқа құлап түсті, бірақ оны гонг құтқарып қалды. Үзілістен кейін қанды сезген монстр шабуылдап кетті. Алайда филиппиндіктің кеудесінде батыр жүрек соғып жатты. Оның оң жақ хоккей екпіні жекпе-жекті теңестіре жаздады. Бірақ жапондық оны корпустағы соққылармен тоқтатып, артықшылығын қайтарды. 10-ші раундта Наоя Тапалесті сұлатып түсірді. Жекпе-жек төрешілер шешімімен тоқтатылып, жеңіс Наояға берілді. Кейін Наоя Луис Нери, Теджи Доуони, Эджу Кимді жеңді. 31 жастағы жеңілмеген Наоя әлемдік бокстың ту ұстаушысы атанды және 4 салмақта белбеулер жинады. Жақында оны тағы да бір қорғау жекпе-жегі күтіп тұр. Егер осы видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз.